Редакцияға бір колхоздың председателі мен орынбасарының бірін-бірі жамандап жазған хаты келді. Екі хатта да ол ішіп қойды, жеп қойды, мемлекет мүлкін талан-тараж етті деген ауыр-ауыр айыптар бар. Жазған құлда жазық жоқ дегендей, екі етекті белге түріп алып, мен жөнелдім ол хатты тексеруге. Аудан басшыларымен ақылдасып, адамдармен сөйлесіп тексеріп қарасам, колхозда шашау шыққан ештеңе жоқ. Бар мүлік орында, бар дүние қалпында. Ау, ақсақалдар-ау, бұларың не, дедім мен күліп, председатель мен орынбасарға кезек-кезек көз тастап. Екеуі де төмен қарап күмілжиді. Мынау бір тойда жұрттың бәрін мақтап сөз сөйлеп, менің атымды әдейі аузына алмай кетті. Мен оған ыза болып едім, деді председатель. Бұл кісі ылғи ойын тойда өзі төрге отырып алады. Басты да өзі ұстайды, басқаны да өзі таратады. Маған үлкен едің деп, үстел басын бір билетпейді. Мен соған ерегесіп едім, дейді орынбасар. Сөйтсем орынбасар председательдан 2-3 жас үлкен екен. Мінеки ол екеуінің арыздасқандығы, әңгімелерінің түрі осы. Екеуіңіз де үлкен адамдарсыздар. Менің әкемдей кісісіздер, деймін мен оларға қынжылып. Екеуіңізге менің өнеге айтуым келіспейді де, бірақ осыларыңыз ел жұрт естір құлаққа ұят емес пе? Қояйық, жаздық, жаңылдық, дейді олар. Мен бейне бір ол екеуін атып кететіндей апалақтап. Шаршадыңыздар ма, қыздар? Жоқ, айта беріңіз ағай, деді Майра мен Ментай қосыла үн қатып, тағы да тыңдауға ынталанып. Енді 90-дағы өлмелі шал жазған тағы бір арыздың қызық хикаясын айтайын да бұл әңгіменің доғарайық бір жола. Я, қызық емес, қасірет қой бұл, деді Майра. Майраны мақұлдап басы деймін деп қызып алған мен тағы да сөйлей жөнелдім. Іргелес қарттар отырған екі ауылдың бірінің 90-дағы шалы, екінші ауылдың 60-дағы шалының үстінен арыз жазыпты. Былай деп көрсетіпті. 3 бу жоғарыда аталған Әлімбай шал аруағымызды қорлап, атамыздың бейітіне қол тигізді. Соны тексеріп, атамыздың аруағын қорлаған кісіні жазалауды сұраймын. Я, туф, деді Майра қабағын шытып. Ол соншама қозы көрпеш пен баян сұлудың бейіті ме екен, қол тигізбейтін. Тексере келгенімде, дедім мен, мәселе мынадай болып шықты. Арыз жазған 90-дағы шалдың арғаталары білікті кісі болса керек. Ауылдарының шетінде соған орнатылған бір жақ бүйірі құлаған ескі зират тұрады екен. Көрші отырған екінші ауылдың қарты Әлімбай деген кісі бір күні сол зираттың құлаған жағына қайтадан басып, бұрынғыдай етіп жақсартып түзеп қояды. 90-дағы шал осыған ашуланады. Әлімбайды не кінәлайсыз, деймін мен оған. Атамыздың бейітіне қол тигізді. Атаңыз қадірсіз кісі ме еді? Жоқ, қадірлі болатын. Онда Әлімбайдың атаңыздың құлап жатқан бейітін түзеткені дұрыс емес пе? Жоқ, теріс. Неге? Өйткені ол біздің атамыз. Онда зиратты өзіңіз түзейтін жер бар еді ғой. Жоқ, мен оған халім жоқ. Әлімбайдай жас емеспін. Жас болмасаңыз зираттың түзетілгеніне қуанбайсыз ба қайта? Жоқ, қуанбаймын. Неге? Ол біздің атамыздың зираты. Оны түзетсек, біз түзетуіміз керек. Түзете алмасақ, бөтен ешкімнің қолы тиюге тиіс емес. Міне мұны алжыған шалдың сандырағы ғана деп ешбір мән бермеуге де болар еді. Бірақ дәл осы штрихта жоғарыда айтқан кінәраттың ескі психологиялық элементтері жатыр. Ол кінәрат, ол дерт, арызқорлық, ауға бөлінушілік. Мен халқымыз осы жаман дерттен арылса екен деп арман етемін. Ең жоқ дегенде болашақ ұрпаққа осы дерт жұқпаса екен деймін. Құр арманмен іс бітпейді. Арманды жүзеге асыру үшін аянбай күресу керек. Жан-жақты күрес қажет. Мен журналист, сендер мұғалім болып, бәріміз бір үнмен осы тілектің ұранын жас ұрпақтың құлағына құюымыз тиіспіз. Мен осылай деп ойлаймын, қыздар. Я, аға, я, жақсы айттыңыз, деді Майра менің сөзіме сүйінгендей болып. Ментай да Майра екеумізді құптағандай бас изеді де. Жалақорларға жаза қолданылса, қандай жақсы болар еді, деді баяу үн қатып. Я, оның рас. Арызқорларды мен лауазымына қарай әшкерлеп, халық алдында қара бет етсе тоқталар еді бұл пәле. Екі қыз маған қарады. Мен де басымды изедім оларға. Содан үшеуміз де әрқайсымыз іштей ойланғандай болып, біраз үнсіз отырдық. Менің есіме профессор Әуенов түсті. Мұхит ағай қалай, қыздар, деп сұрадым мен, келгелі ол кісіні көрмегенімді айтып. Жақсы, деді Майра. Сізді лекцияға келген сайын сұрап қояды. Ерболдан хабар бар ма? Жомартбек дейді. Ол облыстық газеттің тілшісі болып, ел кезіп жүр деп жауап береді Жомартбек. Оған Мұхит аға риза болып қалады. Бәле, жас жігіттің өмір көргені жақсы. Ол соғыстың сұрапылын белуардан кешкен азамат, енді ел өміріне қансын. Ербол сияқты жігіттерге өмірдің өзі университет, көрерсіңдер. Ербол үлкен журналист болады әлі, деді Мұхит аға.
Біз Меңтай екеуміз Асыл ағаның сізді мақтай айтқан бұл сөзін төбеміз көкке жеткендей боп қуанып қаламыз. Рас қой Меңтай? Меңтай сабырмен бас изеді. Рахмет деп мен басымды изедім оларға. Одан кейін мен оларға анада осы екеуін іздеп театрға барғанда Мұхит ағай маған алдыңғы қатардан орын ал деп ақша бергенін, бірақ мен ол ақшаға билет ала алмағанымды, кейін облысқа кеткенде жол қаражатына жұмсағанымды айттым. Соны алмауым керек еді, алғаным ұят болды-ау деп осы күнге дейін ойлаймын. Бірақ үлкен кісі өзі ұсынып тұрғаннан кейін алмауды тағы ерсі көрдім. Я, оның несі бар? Тәбәрік қой, қайта жақсы болады дейді Майра. Ол күні Мұхит ағаның залда сізді қолтықтап әңгіме шертіп жүргенін біз де көргенбіз. Мұхит ағай қандай әңгіме айтты деп сізден сұрағалы бұрышта тосып тұрған едік. Я, сонда енді сол ақшаны Мұхит ағаға қалай қайырып берсем деп жүрмін. Қойыңыз, ол кісі ренжір деді Майра. Неге? Егер мен студент боп қайтарып берсем, ол кісі ренжитін еді. Ал қазір мен журналистпін, жас интеллигентпін ғой. Жоқ, тәбәрік болады, оны қозғамаңыз деді Майра үзілгілді кесілді кесім айтып. Ал енді не қалды айтылмаған онда деп қос қызға кезек қарадым. Бүгін мен сондай мақтаншақ боп кеткен сияқтымын. Көңіліме келгеннің бәрін кідірмей ақтарып жатырмын. Ол сендерге сағынғандықтан болар. Қыздар, кешірім етіңдер. Жоқ, бәрі жақсы ағай деді Майра бәйек болып. Сіз келгенге жанымыз жасап қалды. Я, айта беріңіз, тағы да айтыңыз. Онда мынау менің Алатау жұлдызында осында жүрде жарияланған ең соңғы мақалам не дедім папкамды қайтадан ашып. Оның ішінен тұтас газет нөмірін суырып. Махаббат туралы. Енді соны оқиық. Тарихы мынандай. Бір жігіттің уәделескен қызы басқа біреуге тұрмысқа шығып кетеді. Соған назаланып жігіт редакцияға осы ме еді? Ей қалқа, берген сертің деген мақала жолдады. Мақала газетке басылып, оған көптеген пікірлер келді. Сол хатты қорытындылау маған тапсырылған еді. Мен бірнеше күн ойланып, толғанып жүріп, осы мақаланы жаздым. Мара, сен оқисың ба? Мен оқиын ба деп дедім газеттің ішкі бетін ашып. Әкеліңіз ағай, мен оқиын. Сіз бағанадан бері әңгіме айтып шаршаған боларсыз. Мен газетті Майраға бердім. Ол тамағын бір қырнап алып, мақаланың басына көз жүгіртті. Ербол Есенов, жас журналист деп Майра алды мен мақала тақырыбының үстіңгі оң жақ шекесінен бадырайтып жазылған менің аты жөнімді айтып, сәл тыныш жасады да, содан соң судыратып төмендегі мақаланы оқи жөнелді. Алтын діңгек. Алатау жұлдызы газетінің осы жылғы 12 майдағы санында осы ма еді ей қалқа берген сертің деген тақырыпта мақала жарияланды. Бұдан кейін газет бетінде бірнеше дүркін оқырман қауым сол мақаға байланысты өз пікірлерін ортаға салды. Аталған мақалада да оған байланысты көтерілген әңгімеде де адам жанының ең сұлу, ең асыл сезімі, жас ғұмырдың жалынды әні махаббат мәселесі сөз болды. Махаббат деген не? Махаббаттың басты шарты қайсы? Тек сұлулық үшін ғана сүйге бола ма? Алған жарының мүсіні көкейдегі мұратыңа сай келмесе не істеу қажет? Бір көргеннен ғашық болу деген рас па? Екі адамның бірін-бірі көрместен ғашық бола ала ма? Құмарлық пен ғашықтықтың арасында айырма бар ма? Махаббаттың жауы не? Тұрақсыздық қайдан туады? Сезімді тұрақты етіп қалай тәрбиелеу керек? Міне осы жайлар едәуір талқыға түсті. Көп оқырманның бірі ретінде менің де бұл әңгімеге атсалысуыма тура келді. Газеттегі мақалаларды оқып шыққаннан кейін менің ойыма сонай жайлауда жатқан бір қарт шопан айтқан сөз есіме түсті. Социалистік еңбек ері Ильяш Қыздырбаевпен әңгімелесіп отырғанымызда бір реті кеп қалған тұста мен ілекеңнен махаббат деген не өзі деп сұрадым. Қарт шопан қой бағуға байланысты емес бұл сұраққа да ойланып жауап берді. Ол әр үйдің алтын діңгегі ғой шырағым деді. Сонда кемпір мен шал сіздерде де махаббат бар ма? Дедім менімен бірге келген жас зоотехник ілекеңе бәйбішесі Ақнұрды нұсқап әзілдеп. Осы сен күннің нешеу екенін білесің бе? Осылай деп ілекең зоотехник жігітке қарсы сұрақ қойды. Білемін, аспанда жалғыз ғана күн бар. Жоқ, деді шопан бұрып басын шайқап. Күн екеу, оның бірі көкте болса, бірі жүректе. Жүректегінің аты махаббат. Махаббат мекендеген жүрек қысты күні қар астында қалған қараңғы үймен тең. Ілекең өзіне сұрақ қойған жігітті осылай жеңіп кетті. Біз шопанның тапқырлығына мәз болып құттықтап, кезек қолын алдық. Махаббат деген не деген сұраққа газет бетінде бұл мәселені талқылауға атсалысқан жұрттың бәрі жауап берді. Бұл жөнінде данылардың да, данышпандардың да айтқандары көп. Бұл сұраққа шопанның да берген жауап орынды. Өйткені қанша бас болса сонша ақыл болады демек, сонша жүрек, сонша махаббат болады.
Осыдан 2000 жыл бұрын Рим ақыны Тибул махаббатты тәтті жұмбақ деп атап кеткен. Шығыстың бір бұлбұлы атақты Хафиз ақын оны мәні мәлімсіз сәт депті. Мәселе махаббатты кімнің қалай атағанында емес, әңгіме адам жүрегінің осы қымбат қазынасына қадірлей білуде ғой. Газетте жарияланған мақалаларға қарағанда кейбір жастардың махаббатқа жеңіл-желпі қарайтыны байқалады. Мұның өзі олардың махаббат мұраты не екенін алдын ала ойлап, бажайлап саралап алмайтындықтарынан болуға тиіс. Махаббаттың алдында жаздың алыстан көзге шалынған таудай мұнартып, әрқашан екі мақсат тұратын аян. Оның бірі табиғи тілекте, екіншісі сана мұраты болмақ. Табиғи тілек дегеніміз ұрпақ қалдыру жөндегі соқыр сезімнің жетегі екендігі түсінікті. Ол қыз бен жігіттің бір-біріне қызығып, құмартуы түрінде білінеді, нәпсіге тіреледі. Ал сана мұратты жігіттің қыздан немесе қыздың жігіттерден өзімен ойы тең, ақыл сай, бір-бірінің қуаныш реніштеріне өмір бойы ортақ болысып, мұң шағып, сыр шертіп, шер айтып сайтып, санымен жаны үндес адам іздеуі. Бірін-бірі шексіз сүйетін жан тауып, соған қосылған соң бірін-бірі өле-өлгенше қадірлеп, құрметтеп өтуіне ұмтылуы. Кімнің жаны махаббаттан тән ләззатымен қоса рухани ләззат алуға ұмтылса, тек соны ғана адам деп бағалаймын дейтін Бальзак сөзінің мәні осы арада айқындай түсіп. Қызғұмар жігіттің немесе керісінше жөлекпе жеңілде қызыққан құмартқыш келетін ежелден белгілі жай. Ондай адамдардың қысқа, қызық, шолақ шаттыққа аңсарлары ауып тұрады да бара-бара нәпсінің құлына айналады. Ондай жандар өздерінің осы нәпсі құмарлығын өзгеге махаббат деп ұсынады. Бірақ шынайы махаббат мен құмарлықтың екеуі екі басқа. Құмарлық көбіне аңшыға тән қасиет. Аңшы көрген аңын құтқармауға тырысады. Ол көк ала қанат үйректі сүйгеніне емес, оның оған тигеніне риза болады. Аңшыға шолақ сәттің қуанышы ғана емес, ал махаббат мәңгілік қуаныштың туын ұстайды. Кей қыздар махаббаттың басты шарты сұлулық деп түсінеді. Неғұрлым жігіттерге сұлу болып көрінсем, соғұрлым махаббатта жолым болады деп есептейді. Сондықтан ондайлар бетін бояп, қасын түзеп, кірпігін ұзартып, ернін қызартып әлек болады. Жақында трамвайда сондай бір қарагөз қызды көрдім. Қасты қырып, оның орнына бір сызық қара бояу тартыпты. Сол бояуды көзінің құйрығына да қағып, оны және ұзартып қойыпты. Бетіндегі баттасқан бояуды былай қойғанда, қасының орны мен көзінің құйрығына қатарласа сызылған жаңағы екі жіңішке сызық көлденең адамға жыланның айыр тіліндей танылып, сүйкімсіз әсер етеді. Қыздың онда шаруасы жоқ. Мен сұлумын, маған сұқтана қараңдар дегендей жағын таянып, орындықта сіресіп отыр. Оның қасына қартана келіп, түрегеп тұрды. Қыз кішілік жасап, үлкенге орын берер деп ойладым. Бірақ өйту оның кәперіне де келмеді. Біреу қызға қолын созып, қасындағы кассадан билет жыртып әперуін өтінді. Сұлу адам сыпайы болуға міндеттеместей-ақ, ол міз бақпастан теріс айналып, терезеге қарап кетті. Мұндай қыздарға қандай жігіттің ғашық боларына таң қаласың. Табиғаттың өз бояуы бойында тұрған уыздай жас қызын жалпақ жұртқа да шығарылған қайдағы бір жасанды бояу жағып, сұлу болып көрінуге тырысуы келіспейді. Көп қыздардың ішін сұлуламай, тек сыртын сұлулауға тырысуы өкінішті. Қыз қанша боянғанымен саналы жігіт оған салғаннан құлап түспесе керек қой. Қызға ажар үшін ғана емес, адамгершілігі үшін ғашық болмай ма? Ғашық адам сүйгенінің бойынан сұлулықтан басқа да асыл қасиеттер іздейді. Ол қасиеттер ақылдылық, адамгершілік, сыпайылық, сыйластық, еңбек сүйгіштік болса керек. Жалқау қызға жан жоламауға, ерінше қызды ер алмауға тиіс. Мұның растығына көптеген мысалдар бар. Еңбекте үздікті сүйеді, оқуда озықты қалайды. Қай қыз жұмысты жақсы істесе, жұмысшы жігіт соған ұмтылады. Қай қыз сабақты жақсы оқыса, студент жігіт соған қырындайды. Нашар оқитын қыз өзін сүйікті етіп көрсетуге тырысады. Жігітті де қыз танау үшін емес, таланты үшін сүйеді. Еріншек жігітке ешкім қарамайды. Ендеше махаббаттың басты шарты сұлулық емес. Бұл арада алғашқы мақалада айтылған Күләш деген қарындастың жомарт деген жігітті түр тұлғасы үшін сүймеймін дегеніне қосылуға болмайды. Сұлулық жоғарыда аталған ғашық болуға қажетті шарттардың бірі ғана. Сұлу деп қазақта көрікті әйелді айтады, ал көріктің үстінде ақыл парасаты мол әйелді ару деп атайды. Өмірде сұлу көпте ару аз. Ауыз әдебиетінде ару бейнесіндегі құртқа
қарашаш, меңді сұлу сияқты қыздар ғана суреттеледі. Кейбір жігіттер мен пәленшеге бір көргеннен ғашық болдым деп соғады, ал бір көргеннен ғашық болу ешбір қисынға келмейді. Бір көргенде қыздың ұнауы немесе оның жігіт қиялындағы өз мұрат еткен әйел бейнесіне бір жері ұқсауы ықтимал. Сол ұқсастық жігіт жүрегіндегі құмарлық сезімін лап еткізеді де, ол енді қыздың қалған қасиеттерін өз ойындағыдай етіп қиял мен жобалай жөнеледі. Осыны ол бір көргеннен ғашық болдым деп түсінеді. Бұл шындық емес, өйткені бір көрінген қыздың басындағы қасиеттер оған қараған жігіттің көңіліндегі бейнеге қаншалықты ұқсайтынын бірнеше көргеннен кейін ғана анықтауға, сондай-ақ оның көп белгілеріне сәйкес келмейтініне көз жеткізуге болады. Ұлы Отан соғысына дейінгі біздің ауыл бозбалаларының көпшілігінің арманы ақ құба өңді ақ жүзді жар еді. Өйткені онда әйел жөніндегі біздің мұратымыз фольклордан, ақындардың өлеңдерінен қалыптасқан. Біз үшін ол кезде дүниедегі ең сұлу әйел Қыз Жібек болатын. Ал қиссада ол былай суреттелетін: Қыз Жібектің ақтығы наурыздың ақша қарындай, көкейде қалыптасқан осы бір жақсы жар мұратын абайдың білекте арқасында өрген бұрым, ақан серінің аққұба қатын, алсаң бойы сұңғақ дейтін өлеңдері және толтыра түсті. Сөйтіп олар таңадай жалтылдаған қара көзді қардай аппақ қызға шықты. Сондай жарға жолыққан жетсе де арман етті. Соғыстан кейін олардың бірсыпырасы жар сүйді, бірақ көбінің көңіліндегі мұратты алған әйелдерінің мүсінімен үйлескен жоқ. Наурыздың ақша қарындай ақ қыз орнына қара торы, бидай өңді, қызыл шырайлы, ақ сары, шикі сары келіншектерге ие болып шыға келді. Тіпті олардың бойлары да әртүрлі: сұңғақ, орта, тәпелтек, көздері де әр түсті, қоңыр, шегір, көк болды. Енді олар мұраттарына алған жарларының мүсініне лайықтап қайта қалыптастырады. Осы арада олар өздерінің бұрынғы мұраттарының мол пішілген киімдей олпы-солпысын да көрді, кемшілігін де білді. Егер жарының жаны жақсы, адамгершілігі биік болса, оның ақтығы наурыздың ақша қарындай, ал көзі аласа аз қара боп келуінің тіпті де қажеті жоқ екенін ұқты. Менің құрдастарымның балалық пен тағы бір білмегендері жарымыздың бойы ақан айтқандай сұңғақ болса деп армандауы болыпты. Енді қарасақ, олардың бәрінің өз бойлары орта, тәпелтек, бәкене екен. Ал өзің тапал, жарың биік болса, онда қандай жарастық болмақ? Жігіттер оны да байқамапты. Әрине, өмірде ұзынды қысқалы боп та жұптаса береді. Бұл қосылушы екі адамның көңілі жарастығына байланысты. Махаббатты өзенге емес, көлге емес, тек қата теңізге теңестіруге болады. Теңіз сияқты мұның да бетінде тулаған толқындар жүреді. Түбінде ғажайып сырлы тереңдік жатады. Адамның жыныстық соқыр сезімінен туған сусыма жүйір тілек толқынға ұқсаса, шын санадан шыққан жан тебірентер жақсы мұрат, асыл арман тізбегі махаббаттың тереңдігін танытады. Бұл көргеннен ғашық болу деген сөзде сол толқын іспеттес. Ол тән құмарлығынан туған жалт етпес сезім ғана. Алғашқы лап еткен сәтте оның күшті боп көрінуі де ықтимал. Бірақ бұған қарап алданып қалуға болмайды. Тән құмарлығы алдамшы, өткінші, тұрақсыз сезім. Онда шынайы махаббатқа лайық тереңдік жоқ. Бір көргеннен ғашық болдым дегеннің өзі-ақ ол сезімнің таяздығын танытады. Көре сала соны құшауға құмартқан жүгенсіз ұшқыр тілекті көрсетеді. Теңіздің бірнеше рет көрген адам оның суының ащы немесе тұщы екенін, алдында не барын бірден білмейді. Мұны теңізге түсіп көріп, түбіне талай сүңгіген адам ғана айта алады. Сол сияқты бір көргеннен адамның бойындағы барлық адамгершілік қасиеттерін аңғаруға болмайды. Оны анықтамаған соң ғашық болу да мүмкін емес. Ендеше сізді бір көргеннен ғашық болдым деген сөзге сенудің орны жоқ. Олай деп оңай олжа тапқысы келген қу жігіттер мен шын сезімнен хабары жоқ жасөспірім бейкүнә қыздар ғана айтуы ықтимал. Сонымен бір көргеннен ғашық болу деген ұшқары сөз. Бір көргеннен тек қана ұнатуға, қызығуға, құмартуға болады. Құмарту ғашықтық емес. Адам жек көре тұрып та құмарта береді. Ал бірсыпыра жастар бірін-бірін ұната сала, бітті, біз ғашықпыз деп есептейді. Сөйтіп, қолма-қол сүйісіп, сүйкенісіп жібереді. Көзді ашып жұмғанша ерлі зайыпты боп шыға келеді. Олар мұны шынайы сезім емес екенін артынан аңғарады. Сонан соң бір-бірімен айтысып, ажырасып әлек болады. Мұндай күйге душар болмас үшін жастар тез қауышуға құмартпау керек. Ұзақ сөйлесіп, сыйласып, сырласып, әбден біліскеннен кейін шын сүйетініне бірігіп,
жарасты өмір кешетіндеріне анық сеніскеннен соң бір-біріне ләззат құштарлықтарын ашса абзал. Кіршіксіз таза махаббаттың тәттілігі де сол болмақ. Қыздар бос күйеу тапқаннан емес, дос күйеу тапқанына қуануы қажет. Жігіттер кино театрға бірге баратын жол серік қана емес, жан серік тапса ғана бақытты. Осылай жұптасып, зайыптылық өмірдің алтын босағасы, достық пен махаббатты берік ұстаған берекелі семьяны ғана көрші ұнатады, қоғам құптайды. Махаббат ұшқыны дананың да, даңғойдың да жүрегіне түседі. Біріншісінің жүрегіне түскен ұшқын махаббатын маздаған мәңгілік отын тұтататын, соңғысына түскені мұз үстіне лақтырылған қызыл шоққа ұқсайды. Шын махаббаттың шырғалаңы да болады. Махаббат мәңгі болу үшін, оның оты өшпеу үшін, оған жұп боп қосылған екі жақ кезек тамызық тастап отыруы парыз. Мұны өзге ешбір математикалық формуласы жоқ. Махаббатта бір-ақ формула бар, ол тұрақтылық. Махаббаттың да досы мен қасы бар. Досы ұят, ар, борыш. Онысы үшеуі ренжітпей, өзіне сенімді серік екен. Махаббат қана зайыптылық заңына берік болады. Қасы ашу, қызғаныш, кикілжің. Осылардың әзәзілі арақ. Жас жұбайлардың бірін-бірі сүйіп қосылуымен іс бітпейді. Олар қосылғаннан кейін де өзі махаббатын гүлдей мәпелей білуі тиіс. Сүйіктісін қуантуға тырысу, соны риза етерлік бір нәрсе естеуге ұмтылып мәпелеудің бір түрі осы. Сүйгеніңнің көңілін қалдырмау үшін оның тілегін мүлтіксіз орындау да ғанибет. Сайып келгенде әр адам өз махаббатын бағбаны. Солып қалмау үшін қай гүлге қанша суылу керектігін бұлжытпай білетін бағбан тәрізді адам да өз махаббатының үнемі жайқалып тұруына тынбастан жағдай жасап отыруы тиіс. Бұл үшін ерлі зайыптардың әрқашанда бір-біріне құштарлығы, шексіз сенімі әлде қайда іште бас көтерген, қызғанышты сыртқа шығармай сабырмен жеңуі, ағат айтылған сөздерді кек тұтпауы, кешірімділігі, өзара қалтқысыз қамқорлығы, сыйластығы, ашуды тежеп, нәпсіні тыйып ұстауы қажет. Бір сөзбен айтқанда, өздерін тәртіппен ұстай білген зайыптылардың махаббаты ешқашан өшпек емес. Бұл арада атақты Абайдың болмаса мінезің жат кесегі майысқан, бейне гүлдей толықсыған, кем емес алтын тақтан жар төсегі деген сөздерін әрқашанды есте ұстау абзал. Сонда ғана ерлі зайыптылар арасындағы жарасты махаббат үйге нұр, ұяға көрік береді, тұрмысқа жар, көңілге базар орнатады. Мен мақаламды Шопан қарттың сөзінен бастаған едім. Сол сөзбен аяқтағым келеді. Махаббат әр үйдің алтын діңгегі деген болатын. Ілекең, бұл өте орынды айтылған даналық сөз. Өйткені діңгек болмаса, үй төбесі ортасынан шөгеді, құлайды. Мен Ілекеңнің сөзін қайталап, әрбір жас семьяның алтын діңгегі әрқашанда берік болсын деп тілеймін. Әр үйдің ортасында нұр шаша жарқыраған алтын діңгектер тұрсын деймін. Жүрегім лүпілдеп кетті ғой, деді Майра газетті маған қайырып беріп жатып. Ағай, өзіңіз мүлде өзгеріп, есейіп кеткен сияқтысыз ғой. Ел көріп, өмірмен араласқан солай болады да, деді Меңтай. Адам сылмай ма? Я, дегенмен ағай алғашқа әскерден келгендегідей біздің бәрімізден жасқанып тұратын яң жігіт емес, енді бәрімізге ақыл айтатын нағыз байсалды кісіге айналған. Жалғыз жастардың ғана емес, мен мына мақалалардан жұрт қамын ойлаған үлкен азамат үнінде аңғарап отырғандаймын. Меңтай, қойыңдаршы, деді мен қыздардың мақтауынан қысылып. Мен баяғы қалпындамын, ештеңемде өзгерген жоқ. Ал енді күн кешкіріп барады. Жаңағы әңгімені жалғасы немесе аяғы іспетті бір кішкентай ғана әңгіме айтайын да кетейін мен. Я, айтыңыз ағай, деді Майра тағы да тыңдауға дайындалып. Жағын таяна отыра қалды. Жаңағы Майра оқыған мақалада жайлауда Ілияш Қызырбаев деген қарт Шопанмен кездестім дедім ғой. Ол күні Ілекең бізді босатпады. Қонақ айтып өз өмірінен көп хикаялар шертті. Үйнайының әсем кешінде далаға төсек салдырып, Ілекең жас зоотехникпен мен үшеуміз далаға жаттық. Ұзақ сөйлесіп әңгіме аяқталғаннан кейін ұйқы тыныштығы туды. Менің көзім жаңа ілініп бара жатыр еді. Ілекең менен жасырынғандай боп, жас зоотехникпен күбірлесе бастады. Бұлар не сөйлесер екен деп ұйықтаған боп жатып, мен олардың өзара күңкіліне құлақ салдым. Келінмен қайтадан жарастың ба балам, деді Ілекең жігітке. Жоқ Ілеке, ана оқиғадан кейін қайтып жібеймін. Сұлу әйел бақтан үзіп алған бір шоқ гүл сияқты ғой. Шырағым, гүлді кімнің иіскегісі келмейді. Соған ақ біреу сен бейқам тұрғанда қолындағы көтерген гүліңді бір иіскеп қалса, сол үшін сен оны лақтырып тастай аласың ба?
бір емес 3 иіс кесе қайтем Ілекеу. Гүлің жақсы болса, оның жұпар иісі 1000 иіс кетеді, жойылмайды. Бір рет немесе өзің айтқандай 3 рет иіскеді деп 1000 рет ләззат алар хош иісті гүліңді лақтырып тастағаның жөн бе балам? Біреу мұрнына тақаған гүлді қалай иіскеймін Ілекеу? Сен оны ешкім иіскеді деп ойлама. Тек қана өзім иіскеп жатырмын. Бұл тек менің ғана гүлім деп ойла. Сонда ештеңе де етпейді. Бұл өзіңді өзің алдау ғой. Адам өз-өзін алдамайды ма балам? Адам өзіне өзі басу айтып, бақытсыздықтан сақтанады. Келіннің бауырында алтын айдар ұлың бар. Оның бір білместігін кешіруің керек шырағым. Адам бір адасқан жеріне екінші рет өмірде адаспайды. Өзім де жақсы көремін оны, қимаймын. Онда өзіңді де оны да қинама балам. Ал ұйықтай бер енді. Жігіт түні бойы дөңбекшіп ұйықтай алмай шықты. Таңертең екеуміз аттанып кеттік. Жігіт жолда сырын айтты. Енді әйеліммен қосыламын деді. Осылай деп әңгімемді аяқтадым да мен екі қызға кезе қарап өзімнен өзім ыржиып күлдім. Майра бірдеңені сезгендей жымиып төмен қарады. Иә, ал бұдан шығатын қорытынды не деді содан соң? Ақсақалдікі дұрыс қой дедім мен тағы да өзімнен өзім қысылып күліп. Шал мен жігіттің сонау жайлаудағы жұлдызды түндегі осы диалог арқылы соған астырлап, бұл менің Меңтайға оларды іздеп келген мақсатымның түйінін айтқаным едім. Бірақ Меңтай ештеңе ұқпағандай үнсіз қалды. Күн бата екі қыз мені шығарып салмақ болып, автобус тоқтататын жерге ертіп әкелді. Ту ағай, келгеніңіз қандай жақсы болды деді Меңтай, кетерде маған ризығын жеткізіп. Көп рахмет, сіз менің кеудеме керемет бір күш құйып, жігер бергендей болдыңыз. Соңғы кезде жігіттердің ешқайсысын көргім, көздеріне түскім келмеуші еді, ал бағана сізді көргенде неге екенін білмеймін, бірден қуанып кеттім. Ол Ербол ағайды өзіңнің туған ағандай көргендіктен ғой, Меңтай, деді Майра, сәл жымиып астарлай сөйлеп. Арлас, содан болар деді Меңтай, Майраны бірден қостап, тағы да оның сөзінің астарын ұқпағандай қалып көрсетіп. Мен қиналған шақта сіздің бір айтқан сөзіңіз көңіліме медеу болып, қайрат берді ағай. Сіз ол не сөз екенін білесіз бе? Қайдан білейін Меңтай, мен солдаттан келгелі көп сөйледім ғой деп күлдім мен. 4 жыл жаумен үнсіз соғысқан күндерімді есесін қайтардым, білем. Есіңізде ме, сіз былай дегенсіз. Адам өз басына түскеннің бәріне көнуге де тиіс, оны көтеруге де міндетті. Өйтпесе, оның несі адам? Осы сөзіңіз өмір бойы жанды жанитын жануаштай боп көкірегімде қалды. Сіз бұл сөзді біздің бөлмеде қызыл көрпені шығарған күні айтып едіңіз. Менің де есіме түсті. Ол күні Одиссей мен Пенелопа жайында әңгіме болған. Сол күні Меңтай өтініп маған Сәлима оқиғасын айтқызған. Автобус келіп, мен қыздармен қоштастым. Меңтайдың қолын ұстағанымда жүрегім аузыма тығылардай лүпілдеп қоя берді. Ол тағы ештеңе бітпеді ме деп зер қаққандай болды. Елжеп Меңтайдың бетіне телмірдім. Ол төмен қарап кетті. Автобус мені екі қыздан айырып Алматыға қарай ала қашты. Бұл күні мен ештеңе бітіре алмадым. Меңтайдың хал жайын біліп, егер оның басы бос болса тағы да сөз айтсам деген ойым орындалмастай қалды. Орындалмағанымен, оны көргеніме мәз болып, толассыз, тоқтаусыз сөйлей бердім. Сұрағандарының бәріне жауап та қайтардым. Меңтай толық етіп, айтыңызшы дегеннен кейін әр әңгімені бүге-шүгесіне дейін қалдырмай, тәптіштеп баяндадым. Мақтанып кеттім бе, масайрап кеттім бе білмеймін, қыза келі облыстық газетте жарияланған мақалаларыма дейін көрсеттім. Осының бәрі орынсыз болғанын түнде Калинин көшесіндегі жатақхананың 33-7 бөлмесінде жатқанда бірақ пайымдадым. Күні бойы мас болып, енді ғана есімді жиғандай күй кештім. Апырау, неге өсіттім? Неге көкіп ұзақ күнге жақ жаппай сөйлей бердім? Одан да Меңтайға оны әлі күнге дейін сүйетінімді неге айтпадым? Айтып тұрып, адал жарың болайын, енді мені өмірлік серігің ет, неге жалынбадым оған деп өзіме өзім ұрыстым. Жоқ айтуға мүмкіндік болды ма деп өзімді өзім жанияқтадым. Ағай, басыңыздан кешкеннің бәрін бүгінгі күнге дейін толық айтып беріңізші деп Меңтай қиылғанда мен қалай үнсіз отырамын. Оның үстіне Майра да маңымыздан шықпай қойды. Сөйтіп бір әңгімеге бір әңгіме жалғасты. 9 айдың оқиғасын 9 сағат айтып шығу оңай ма? Әлде де айтылмаған талай сөздер қалды деймін біраздан кейін өзімді өзім қайтадан әжуалап.
Сен сөз деп әлі жүрсің. Ал майданнан сенмен қатар қайтқан жігіттер келе сала үйленісіп алды. Олардың қазір 1-2-ден балалар да бар. Бас көктер батылдығы жоқ боп, сүйгеніңді тек қана сырттай қызықтай берсең, өмір бойы қудызеңді құшақтап өтесің сен. Үйлену оңай, үй болу қиын ғой, дедім мен белгілі нақылдың белгісіз сөзін қайтадан тағы да ақталып. Сома да жігіт боп, сөз айтып тұрсаң тағы да біреу тиер. Тән да табыса беретін болар. Бірақ алдымен адамның жаны үйлесуі абзал ғой. Жаны үйлескен жандар ғана жақсы өмір сүріп, қызықты күндер кешпек. Ал жан жарасымы махаббат арқылы келмек. Махаббат жас ғұмырдың жалынды жыры. Жастыққа тән ерекше екі қасиет ерлік пен махаббат болса, біріншісінің сынынан сүрінбеген аян. Енді екіншісінен де сүрінбесем деймін. Ол үшін өзім сүйген жанды ғана жар етуім керек. Ол Меңтай ғана. Бірақ батыл емессің дегенің рас. Батыл болсам баяғыда соғыста жүргенімде Сәлимаға басқа ешкімге барма, тек қана мені тос деп кесіп айтатын ба едім. Батыл болсам баяғыда Меңтай, өзіңіз айтыңызшы, таста десеңіз ол жігітті, бұз деңізші, уәдеңізді бұзып ақ кетейін деп толқып тұрғанда, таста бұз демейтін бе едім. Жарайды, енді өтпеймін. Ертең қайтадан барамын. Барамын да Меңтайға бірден өзімнің оны әлі күнге дейін сүйетінімді айтамын. Содан соң оған жарым бол деп тікелей тілек білдіремін. Бірден осылай деймін. Ертеңінде мен Бүргенге тағы да таңертең келдім. Ауылдың орта тұсындағы көшеге көк терезенің тоқал үйдің тұсында тақағанда отау еспеттес дөңгелек беседкада оңаша отырған Майра мен Меңтайды көрдім. Олар менің жандарына жақындағанда бірақ білді. Майраның сөз арасында я дей беретін әдеті болушы еді. Бір нәрсеге таңданып, я қуанғанда аузына сөз түспесе, оның ясы мүлде көбейіп кетеді. Я, өзіңіз де сәлеметсіз бе? Я, келіп қалдыңыз ба? Я, төрлетіңіз, деді мен орнына тұрып, беседка баспалдағына қарсы алған Майра. Я, келіп қалдым, дедім мен оған, әзілдеп. Я, келетіңізді білгенбіз, деді Майра күліп, Меңтайға қарай жүзін бұрып. Баспалдаққа аяғымды сала беріп, мен де тез Меңтайға қарадым. Беседка ортасындағы дөңгелек үстел жанында 4 қабаттап салынған шәй көрпе үстінде оң қолымен жер тіреп, сол қолымен кешегі қызыл юбканың етегін тізесімен төмен түсіре қымтап бір жамбастай отырған Меңтай менің тағы да келгеніме сендер сенбесін білмегендей, неге келгенімді таба алмай дағдарғандай, дөңгелек қара көздерін таңдана кең ашып, босаға жаққа бақырая қарап қалған екен. Мен беседканың соңғы сәкісін аттай бергенде ол лып етіп орнынан тұрды. Оның алғашында сәл қоқылдау көрінген ақ бетіне лап етіп қызыл бояу жалынғаны байқалды. Бірақ қыз ішіндегі толқынды тез басып, таңданарлық ештеңе болмағандай қалыппен маған қарай қолын созды. Ағай, сәлеметсіз бе? Екі қыз қол алысқаннан кейін мен беседканың төріне қарай икемделдім. Я, таңертеңгі шайымызды жаңа ғана ішіп болып, енді жинайық деп жатыр едік, деді Майра едендегі үлкен қара таба ішіндегі күлдің үстінде тұрған шойын шәйнекке еңкейе беріп. Я, сәл кешіксеңіз жамандап жүреді екен дейтін бе едіңіздер? Я, шай жинай бергендеріңізге қарағанда бізді жақсыламасаңыз да жамандайтыныңызды білдік. Я, оған да шүкіршілік. О не деген, Майра, дедім мен күліп. Сендерді жамандаған жігіттің жаны шықсын дер едім. Бірақ мақтаған кісінің де мәз болмайтынын байқағанбыз. Я, әй, осы сіздің тіліңіз-ай, деді Майра сықылықтай күліп. Күліп тұр, бұл қайтеді екен дегенде көзінің қиығын Меңтайға тастады. Меңтай сәл жымиды да үстел үстіндегі бос шыны аяқтарды бір жерге жиыстыра бастады. Майра, мен үшін шай қоймай-ақ қой. Оған қарап, рахмет деген шарбыры кеудемді бастым. Я, таңертеңгі шайымызды ішіп едіңіз? Іштім, дедім мен әлі оразамды ашпасам да. Я, асығыс па едіңіз? Асығыспын, дедім тағы да басымды иіп. Онда от ала келген боларсыз, деді Майра басын шалқалақтай күліп, сақылықтай күліп. Рас, от ала келдім, дедім мен, не екенін білмеймін, бетімді Меңтайға қарай бұрып. Меңтай қолын бос шыны аяқтың бірін ұстап түрегеп тұр еді. Мен рас от ала келдім деп оған қарай бұрылғанда қыздың ақ жүзін тағы да лап етіп қызыл жалын шалған іспеттенді. Осы кезде қызыл юбка ақ кофта киген Меңтай маған маздай жанып, лаулап тұрған өшпес оттың өзі сияқты болып танылды. Я, онда асығыс болсаңыз, деді Майра шәйнекті қайта орнына қойып жатып. Нан ауыз тиіңіз, кейін келіншегіңіз тастап кетпеу үшін. Осылай деп Майра тағы да сықылықтайып күліп алды. Ауыз тиейін, дедім мен үстел үстіндегі бауырсаққа қолымды созып. Кейін тастаса тастап-ақ кетсін, өз жамандығымнан онда, бірақ бүгін қолым жетсе екен соған, деп мен де күліп бір бауырсақты аузыма тастап кеп жібердім. Я, бауырсаққа баспандай көрінетсіз, жететін шығарсыз оғанда, деді Майра тағы да күліп. Енді қайтейін, таза шуын тырнадан алады.
деген бар ғой, деді мен ұялған тек тұрмастың кебін тантып. Бұған Майра екеуміз де қосыла күлдік. Я, сіз асығыс болсаңыз, мен де асығыспын, деді Майра кетуген қайланып. Кешеден бері апам басым ауырады, жүрегім шаншиды деп мазасызданып жүр. Мен сол кісіні дәрігерге көрсетіп, дәрі-дәрмек алып беруім керек. Жүректің дәрісі маған да керек еді, дедім мен Майраға әзілдеп. Я, біліп тұрмын, деді Майра әзілге әзілмен жауап қайтарып. Сізді Меңтайға тапсырамын, сізге керекті дәрі-дәрмекті тауып, біз келгенше емдеп қояр деп ойлаймын. Бұл кісі менен дәрі сұрап келмеген шығар, деді де Меңтай тоқтап қалды. Бұл сөзді бекер айттым-ау дегендей боп өз-өзінен қызарып төмен қарады. Дәрі сұрамаса дәнімен келмес. Біз келгенше ағайды ертіп өзен басына барып қайт. Ағайға ауылдың айналасын көрсет, Көктөбенің басына ертіп бар, деп Майра құрбысына шегедей тапсырды да өзі шапшаң аяңдап үйге қарай жөнелді. Сіздің уақытыңыз бар ма еді, деді Меңтай Майра үйге кіргеннен кейін. Бар, онда қаласаңыз мен сізге ауылдың айналасын көрсетейін. Біз аяңдап Бүрген өзенінің жағасына келдік. Айғай шуды көбейтіп, ақ көбік атқылап өз-өзінен лепіріп жатқан таяз өзенге біраз үнсіз қарап тұрдық. Тау өзені көпіріп, көп сөйлейтін мақтаншақ даңғой адамға ұқсайды, дедім мен. Қарашы, суы тізеге жетпейді, шуы жер жарады. Меңтай мені құптап басы изеді. Рас, дала өзені лықсып үнсіз ағады, суы да терең болады ғой, деді ол. Осыдан кейін біз гүлді өзекті қуалап Көктөбеге қарай беттедік. Мен сізді ешқашанда көрмейтін шығармын деп ойлаушы едім, деді біраздан соң Меңтай. Неге? Білмеймін. Онда мені ойлаған екенсің ғой. Ойладым, көп ойладым. Сіз туралы ешқашанда ойлаймаймын деп өзіме-өзім талай рет ант еттім. Бірақ соның артынша қалай ойлап кеткенімді өзімді білмей қалып жүрдім. Мен Меңтайдың қолын уысыма алып құшырлана қыстым. Меңтай қолын тартып алмады. Тіпті ауырсынған да белгі бермеді. Енді мен оның қолын алақанынан шығармадым. Ал мен сені бір күнде ойымнан шығарған жоқпын, Меңтай. Сенемін. 9 ай сенен аулақ болу менің махаббатымды өсірмесе өшірген жоқ. Мен сені сол қалпында сүйемін. Осыған сенесің бе? Сенемін. Бірақ Меңтай әппақ жұп-жұмыр мойнын сәл солға қарай бұрыңқырап үнсіз қалды. Бірақ дегенің не, дедім мен сыбырлай үн қатып. Бірақ Меңтай ар жағында тағы да айтқысы келгендей ернін тістеледі де тез босатып жіберді. Қалпына келген томпақ ерін тістенген запы болғандай бір дір етіп барып қайта ашылды. Бірақ менің сақинам сынып, сабағым үзіліп қалды ғой. Меңтай тағы да ернін тістеледі. Кейін бетке шіркеу болар. Меңтайдың тамағына жас кеп тығылғанын аңғардым. Жаным онымен қоса қиналып, не істерімді білмей қабағымды шытып, мен де ернімді тістелей бердім. Бірақ ол лықып келіп қалған көз жасын тез тоқтатып тастады да сабырмен сөз аяқтады. Жақсы жардан жан ауыртар сөз естіп отыру азап болар. Жоқ, дедім мен, өзіме ие бола алмай, қыстыға сөйлеп. Мені сені соғыстан келген күні бірінші рет көрген күйімде қабылдаймын. Сен сол күйіндесің, сол қалпындасың, Меңтай. Сенің ештеңең өзгерген жоқ. Меңтай ақырын ғана басын шайқады. Мен одан сайын дегбіріп қашты. Оны қалай жұбатарымды білмей, жаным күйзелді. Тістеніп жан-жағыма қарай пиджагымның өңірін жұлмаладым. Осының бәріне сол кінәлдей-ақ біраз жола жұлып алардай боп қайта-қайта түймемді жұлқыладым. Сөзіме сенбесең, өзіме сенесің бе, дедім, екі танауым құсырылып. Меңтай бетіме қарап, ақырын ғана бас изеді. Тегі менің екі көзім құрық көріп, құйрығын тігіп алып, шығындап қашағанның көзіндей долбырып кеткен болу керек. Меңтай тез екі қолын бірдей көтеріп бетімді сипады. Осы кезде мен алқымын бұлғылдырап, қысқан асаудай жуаси бастағанымды білдім. Сенемін, деді Меңтай бетімді сипап тұрып, екі рет қайталады. Дегенмен, бірде болмаса, бірде көңілге келіп жүрмесек дегенім ғой. Келмейді, дедім мен басымды шайқап. Осылай деп мен Меңтайды құшағыма алып, бетінен, көзінен, маңдайынан, иегінен аймалап сүйе бастадым. Ол қарсылық білдірмеді. Бар ықыласымен бауырыма кіре түсіп, ақтама қызыл ерін, жұмыр мойнын мен қалаған жерінен ерніме тоса, екі көзін шарт жұмып алып шалқая берді. Біз төбесінде тұрған Көктөбе теңселіп кеткендей болды. Ол бізді махаббаттың бесігі болып тербей жөнелгендей сияқтанды. Осы сәттен бастап мен уақыттың мөлшерін білуден қалдым. Меңтайдың маңында жүрсем, маған шығыстан сарғайтып таң атса болды. Көзді ашып жұмғанша батыстан түнеріп, төңірекке түн шөге бастайтын тәрізденді. Әшейінде аяғын тәй-тәй басып, жүк жағалаған баладай боп, аспанда күні бойы дөңгелеп жүріп, алатын күн енді көрсетіп, стволдан шыға сала, дүрс етіп көздеген жерге барып, жарылатын танктың снарядындай ұшқыр боп кетті.
Сол сияқты түнде де электр қырықтықпен қырқылған қара қойдың жабағы жүніндей боп лезде еңсерледі де қалады. Ал мен Меңтайдың қасынан сәл ұзап шықсам-ақ бітті, сағат жүрмейді. Күн бедірейіп бір жерден қозғалмай түн шыншықтырып тұрлықтай тұтасып жатып алады. Еркектің таңын атырып күнін шығаратын, күндіздің көрікті, түнін тәтті ететін, жақында жүрсе жаныңа қанат беріп, алыста жүрсе аңсататын, жұлдыздың оңынан туғызып еңбегін жемістететін сүйген жар екен ғой шіркін деген ой келеді осы кезде маған. Сонымен біз Майраның үйіне кешке қарай бірақ оралдық. Меңтай апамнан ұят болды, мені қайда кетті деп іздейді-ау деп жеткенше қысылып келді. Майраны шешесі шынында да Меңтайды күтіп отыр екен. Қарағым, қайда жүрсің? Қарның ашып қалды ғой деді ол есіктен аттай бергенде. Меңтайды құшағына жая қарсы алып, содан соң шөп еткізіп маңдайынан сүйді. Сәлеметсіз бе апа дедім мен кемпір Меңтайдың бетінен сүйіп бола берген кезде. Сәлемет пе қалқам деп ол бұрылып менің бетіме қарады. Кешегі баламысың? Жоғары шық шырағым. Апа, өзіңіз қалайсыз? Тәуірсіз бе деді Меңтай. Тәуірмін қалқам, тәуірмін. Осы дәрігерлердің бір салауаты бар. Үйде қанша ыңқыл-сыңқыл боп ауырып жүрсем де Құдайдың құдіреті, дәрігер алдына барғанда жазыламын да кетемін. Бүгін де сөйттім. Бағана түстен берген дәрісін ішіп ағыл-тегіл терлеп едім, келіп енді мүлде жазылып кеттім. Бәле жақсы болған екен апа деді Меңтай кемпірді құшақтай алып. Ойпыр-ау, мен өзімнің ауруымды айтып сарнап отырып қалыппын ғой деді кемпір тез орнынан қозғалып. Сендерге деп әлгінде бір май шайқап қойып едім. Майра келгенше нанға жағып соны жеп тұрыңдар. Майра қазір келеді, сиыр қайырып келуге кетті. Мейірбан ана батар күннің соңғы сәулесімен төгіліп тұрған төргі бөлмеге дөңгелек үстелге дастархан жайып, Меңтай екеуміздің алдымызға ас қойды. Осыны аузжалықла тұрыңдар қарақтарым. Мен қазір тез сиыр сауып, ыстық ас жасап беремін. Осыны айтып, Майраның шешесі шығып кетті. Апам сондай ғажап кісі деді Меңтай. Мен бұл кісінің осында келген күннен бастап өз шешемдей көріп кеттім. Есік қайдан ашылды. Я, екі ғашық қол ұстасып келдіңдер ме деп жүре сөйлеп келе жатқан Майраның үні естілді. Я, отқа келген кісінің 30 ауыз сөзі бар деуші еді, сіздің сөзіңіз одан көбірек болды-ау деймін. Бұл Майраның мені таңертең айтқан асығыспын деген сөзіме орай қағытқаны еді. Менің көңіліме келмесін дегендіктен болар, ол отқа келген қатынның 30 ауыз сөз бар деген халық мақалын сәл өзгертіп қатынның деген орнына осылай кісінің деп айтты. Майрау, ол отына және келген кісіне байланысты шығар дедім мен күліп. Әрине, менің Меңтайым 30 ауыз сөз айтып, бықсытып, бақырға салып, ала жөнелетін ауыл үйдің арзан оты емес. Бұл алыстаны күйдіріп, жақындағыны жандыратын, жаманды естен тандыратын, жақсының құмарын қандыратын өзгеше от. Рас, Майрау, өзіңі ақын болып кетіпсің ғой дедім мен. Я, неге ақын болмайын? Арманым орындалып, айтқаным келген болса, осылай екілене сөйлеген Майра шапшаң Меңтайға бұрылды. Я, ал айт жылдам, тура солай болды ма? Меңтай жымиып, жайлап қайта-қайта басын изей берді. Майра дөңгелек үстел басында отырған Меңтайға шапшаң еңкейіп, оның екі бетінен кезек шөп еткізіп, екі сүйді де қапсыра құшақтап орнынан тұрғызды. Я, ей тұрсаңшы, жарылып кетпей неғып отырсың деп ол Меңтайды шарқ көбелек айналды. Я, айтпап едім мен саған, Ербол сені шексіз сүйеді, ал шын сүйген адам ештеңеге қарамайды деп. Я, айттым ба? Көзін бір ашып, бір жұмып түсіп Меңтай тағы да бас изеді. Я, мен саған қысты күн-ақ ана сұмпайын қатын алдым деп кеткеннен кейін айтпап едім Ерболды іздейік, осыны айтып хат жазайық деп. Сен без-без етіп болдың ба сонда? Майраны енді Меңтайдың дауысын сала сөйледі. Жоқ ағай, мен үшін оқуын тастап кетті. Ендігі біреумен танысып та қойған шығар. Оны бұзуға болмайды. Мен не болсам да ол болайын. Бірақ ол кісінің бақытты болуын тілеймін деп еңіреп жылап жатып алдың. Аш күздей бөгіліп бір жұма бойы төсектен тұрмадың. Я, сонда мен саған айттым емес пе? Ағайын сияқты адамдар тез таныса білмейді. Ондай кісі танысының бәріне табына да бермейді. Осындай оның айналасында 30 шақты қыз оқыдық. Солардың ішінде жалғыз саған ғана ықылас ауды. Сенен күдер үзгенде де өзгемізді көзге ілмесен кете барды. Басқаны былай қойғанда қақылдаған Қанипа мен мүйізі сайрағандай Зайкүлге де қараған жоқ. Ағайдың бақытты болуын тілеймін дейсің. Мен айтайын саған, Ербол ешқашанда сенсіз бақытты болмайды. Сен онсыз өмір сүре алмайсың. Я, осылай дедім бе дедім. Я, енді сүй қазір ғашығыңның бетінен. Осы менің көзімше сүй. Меңтай күліп, екеуінің қасында түрегеліп тұрған маған қара қолын созды. Мен магнит тартқан бүркеншікті шегедей лып етіп
қыздың қасына бардым. Ол мені сүймекші болып жатыр еді. Жібектей созылған Меңтайдың баяу қимылына шыдамадым, білем. Бас салып оны өзім сүйе бастадым. Майра сақылдап кеп күле жөнелді. Я апыр-ай, көңіліңіз кеуіп қалған екен сіздің, деді ол. Күлкісін тыя алмай, тұра тұрыңыз енді, сізді мына қыз сүйсін. Отқа тақаған балауыз шамдай қызып балқи бастаған мен әрең тоқтадым-ау деймін. Сол кезде Меңтай келіп, бар ықылас махаббатын танытып, дірілдеген ыстық ерніме тақағанда, теміршінің электр дәнекерлегіштің тұмсығын тиген кесек қорғасындай етіп, елжіреп бара жатқанымды сездім. Жарайды, болды, деді Майра тағы күліп. Бір жабысаң айырылмайды екенсің ғой өзің. Енді қайтейін, сүй деген соң сүюдің жөні осы екен деп жатқанында, деді Меңтай қымсына күліп. Сен өзің жаңағылардың бәрін тегіс айттың ба? Айтты ма, деп Майра күлкісін тыйғаннан кейін Меңтай екеумізге кезек қарады. Меңтай басын изеді. Күні бойы арамызда айтылмаған жыр, ашылмаған сыр қалмаған сияқты, дедім мен. Бәсе, өзіңіз айтыңызшы, әйтпесе мынаның қуанғанынан тіл аузы байланып қалыпты. Майра Меңтайды нұсқап тағы да сақылдап күліп алды. Енді сізді ағай дегенің қойды ма? Қойды, дедім мен күліп. Бір, деп Майра сол қолының шынашағын бүкті. Сіз дегенің қойды ма? Қойды. Бірақ бұған бірнеше репетиция жасауға тура келді. Ұмытып кетіп қайта сіз дей береді. Әйтеуір сізді сендеуге тілі келді ғой. Келді. 2, деп Майра аты жоқ саусағын бүкті. Сонан соң ол үндемеңіз дегендей ишара жасап, маған ақырын көзін қысып қойды. Дұрыс, ал енді сізге Меңтай жаным, сәулем деді ме? Жоқ, дедім мен басымды шайқап. Ендеше соны айтқызу керек, деді Майра бұрыштағы үстел жанындағы жайдақ орындықтардан атып тұрып. Меңтай оның бұйрығын екі етпей жерде қатар отырған менің қолымды ұстап, жаным, сәулем, деді үзілдігіп, үн қатып. Маған сол арада дүниеде Меңтай аузынан шыққан сөздер тәтті, осы екі сөзден күшті ештеңе жоқ сияқты болып көрінді. Қой Майра, сыртқа шығып апама көмектесейік, деп Меңтай тез орнынан тұрды. Я, сіз де жүріңіз, деді Майра. Не қыздармен бірге сыртқа шығарымды, не үйде қаларымды білмей қипақтап қалған маған. Меңтай сиыр сауады, сіз бұзау ұстайсыз. Осыны айтып Майра тағы да күлді. Сырттай сабырлы көрінетін, орынсыз көпте сөйлей бермейтін Майра бүгін адам танығысыз болып өзгеріп кеткен сияқтанды. Әртүрлі әзіл күлкісімен Меңтай екеуміздің жанымызды қытықтап, көңіс қоңырауды сылдырлаумен болды. Біз біріміз жетектеп, сақылдай күліп, сыбырлай сөйлеп сыртқа шықсақ, Майраның апасы сиырды сауып болып қойыпты. Беседкаға таяу тұрған кірпіштей қаланған кішкене мұржалы қазанды басына кешкі тамағын түсіріп жатыр екен. Майраш, төргі үйге шам жақтың ба, деді ол қыздарынан дауысын естіп. Біз үйде әңгімемен отырып байқамаппыз. Күн әлде қашан батып, көшеге қараңғылық үйіріле бастапты. Қазір апа, Майра бізге қарай бұрылды. Бәләй, сізге бұзау ұстатып, Меңтайға бір сиыр саудырап көрейін деп едім, болмағанын қарашы. Майра тағы да өз-өзінен сақылдай күліп ішке қарай жөнелді. Біз де қайта кірдік. Майра орындық шамды жағып, биік үстелдің үстіне қойды. Майра, мына орындықты дөңгелек үстелге жақындатып, шамды үстіне қояйық, сонда жарғырақ болады, деді Меңтай, бір қолмен шамды, бір қолмен орындықты алып жатып. Жарайды, деп Майра енді ыдыс-аяқтарды сылдырлата бастады. Я, жігітім, аузын таба алмай қалама, деп жанын шығып барады ғой тегі. Майраның езуі күлкідей жиылмады. Бір сөз айтып, екі сөз айтып, екі күледі. Күліп жүріп, тамақ ішетін тарелкаларды үстел жанына жайғастыра бастады. Шам жақындағаннан кейін дөңгелек үстелдің үсті бұрынғыдан бетер жарықтай түсті. Меңтайдың мұнысы қандай оңды болды деп ойладым мен ішімнен. Тек үстел басы ғана емес, Меңтайдың әр сөзі, әр қимылынан жаныма жарық тарап, жүрегіме нұр кіріп жатқан сияқты болып көрінді маған. Әлде сіз, Ереке, деді Майра маған қарап. Ол бұрынғыша ағай дейін деді де, олай атамай Ереке деді. Я, ала көлеңкеде аузыңызды таба алмайтын ба едіңіз ба? Майра, мен өз аузымды қараңғыда таба аламын дедім жымиып. Өзімше тауып айттым деп ойлап, іштей рахаттанып қалдым. Майра бұған сақылдап күлді. Бір толқын күлкісі толастай бергенде екіншісі басталады. Содан кейін жалаңаш білегім мен көзінің жасын сүртіп күлкісін тыйды. Ай, қайдан білейін, қараңғыда табатын кісі жарықта адаспаса керек еді. Майраның үсті-үстіне толқындата неге ұзақ күлгенін мен енді ғана аңғардым. Ол менің батылсыздығымды, бостығымды ажуалап тұр екен. Ол Майраның батыл болсаң, Меңтайға баяғыдан қолың жететін еді ғой деген екен. Мен оны бірден мойындадым да, я, оның рас Майра, дедім. Майра тағы күлді. Ай, Ереке-ай, қандай адал, ақ көңілсіз. Шындықтың шеті шықса, шынжыр торға шырмалғандай боп қалатыныңыз тағы барау сіздің. Біздің мына қыздың көкейін тесіп жүргенде осы адалдығыңыз ғой шіркін.
Меңтай үндеген жоқ. Тек қасында түрегеп тұрған Майраның бір иығынан құшақтап, оның маңдайынан қақ жарған қос бұрымды ұзын шашын қайта-қайта сипай берді. Екеуіңе бір тарелка қояйын, деді Майра иығын құшақтап тұрған Меңтайға мойнын бұрып. Меңтай көзін жыпылықтатып басын изеді. Бір қасық берейін бе? Меңтай тағы да басын шұлғыды. Айттым ғой, мынау бүгін тіл жағынан бір жола айырылып қалған деп. Майра тағы да сығылықтап кеп күлді. Қыз жүрегі жер қызықсыз, күлкісіз болмайды ғой. Дегенмен Майра бүгін бірнеше қыздың күлкісін бір өзі міндетіне алған сияқты болды. Оның үстіне Майраның бұл жағдайы күлгенінен күлімсіреуі көп. Меңтаймен ешқашан қарқылдап қатты күлмейтін менің қасымда ерекше білініп тұрды. Алайда Майраның күлкісі адал досқа деген ақ жүректің ақтарылып жатқан асыл қазына екенін біліп, біз де оны іштей қосыла құптауда едік. Балалар, үстел жасадыңдар ма деп дауыстады осы кезде ыдыс көтеріп сырттан кіріп келе жатқан Майраның шешесі. Дайын апа, деп Майра мен Меңтай қосыла жауап қатты. Майраның апасы бу бұрқыраған бір тегене ыстық асты түгел қасына кеп қойды. Өзі соның жанында жайғасты да қызының қолынан бір-бірлеп тарелка алып бәрімізге бөліп құя бастады. Абзал ананың қолымен ақ сүтте жасалған кеспе көже Меңтай екеуміздің ақ тілеумен табысқан алғашқы күні аузымызға алған асыл асымыз болды. Ішіңдер қарақтарым, нанмен қосып ішіңдер, деп шешесі бәйек болып жатыр. Содан соң маған қарай бұрылды. Қарағым, сен азаматсың ғой, тауысып іш, келгенің жақсы болды айналайын. Сенің төбең көрінгеннен бері мына екі баламның ажары кіріп адам болып қалды. Я, ажары ғана емес, мына қызымыздың кеудесіне жаны кіріп жақсы болып қалды апа, деп Майра өзінен жоғарырақ маған тақау отырған Меңтайды нұсқады. Шешесі басын көтеріп қызына қарады. Меңтай тыныш отыр деген ишара жасап Майраны ақырын жеңінен тартқылады. Бірақ оған Майра тоқталмады. Меңтай, мен мына отырған балаңыз екеуіңіз бір-бірімен қыз жібекпен Төлегендей ғашық болатын, араларына бір Тұмажан деген Бекежан түсіп, мына балаң оқуын тастап былтыр басқа қалаға кетіп қалған. Дүниеде Бекежандар оңшы ме еді? Ол Меңтайдың оқу бітіруін тоспай басқа біреуге үйленіп қойыпты. Сөйтіп мына аңқау қызымызды алдап кетіпті. Я, кеткені жақсы болды сол сұмпайының, деді. Бұл тұста Майраның жазық маңдайы шытынап, кеудесі ыза кернегендей дауысы дірілдеп шықты. Мына балаң оны білмей ана жақта жүре берген, ал қызың ұялып оны айтпаған. Сонымен андағы Ербол балаң жазғы оқуға келе жатып жолда бір жерде жаңағы сұмпайы мен Бекежанмен кездеседі. Содан бар жайды біледі. Білген соң Меңтайды іздеп кеше осында келеді. Я апа, мына қызың оң қолымен Меңтайды бүйірінен түртті. Бүгін бұрынғы Меңтай емес, Төлегеніне қосылған қыз жібек болып отыр қазір. Ал құттықта апа балаларыңды. Алда айналайындар ай, бақытты болыңдар ендеше, босағаларың берік, үбірлі-шүбірлі болыңдар қалқаларым, деп Майраның шешесі қапелімде аузына түскен тілегін айтып ақ батасын берді. Келіңдерші қарақтарым, екеуінің де беттерінен сүйейін, деп орнынан тұрды. Біз де қоса көтерілдік. Екі беті қып-қызыл болып кеткен Меңтай төмен қарап ілбіп барып Майраның анасына қарай аяңдады. Ана оны айқара құшақтап бауырына басып қайта-қайта шашынан иіскеді. Содан соң маңдайынан сүйді. Қосағы мен қосағар, ботам, деді. Айтқаныңыз келсін апа, деді. Үш сөзді дауысы дірілдеп әрең айтты Меңтай. Майраның анасына тез қайта құшақтап, солқылдап жылап қоя берді. Оған қосылып ана да көзіне жас алды. Меңтай жылағанға мен қосыла қиналып, ерінімді тістелей бастадым. Ішіміздегі міз бақпаған Майра ғана болды. Ия, несіне жылайсың? Қуанғанының көрінісі ғой, деді ол құрбысына, сыртынан құшақтап анасының бауырынан ажыратып жатып. Сонан соң маған қарап көзін бір қысып қойды. Қуанғаннан да, қорққаннан да бір деген ғой, қайтсын, жыламай, деп Майраның шешесі басындағы орамалының ұшымен өз көзінің жасын сүртіп жатып. Бәлкім анасы есіне түскен болар, ол байғұс түр болса өз қолынан ұзатар еді ғой бүгін. Осы сөздерді айтып болған соң ана құшағын жайып маған бұрылды. Кел балам. Аналық құшағын кең жайып тұрған бұл мейірбан кісі менің өз шешеме ұқсап кетті. Менің де алдымен төсіне басып, сонан соң екі қолын екі иығыма салып тебірене сөз сөйледі. Сен де жалғыз екенсің ғой балам. Жалқылығым жадында екен-ау, деп ойладым ішімнен. Жалғыздың жан жолдасы ары мен жары болады. Ендеше қалқам, жарыңды жаныңмен тең ұста, жаныңды арыңмен тең ұста. Сен сенімді серік болсаң, Меңтайым мейірімді жар бола алады саған.
Жерден шыққан жетім қыз алдым деме шырағым. Ақылды қызға ана көп, аяулы жанға пана көп. Мен жалғыз Майраның ғана емес, Меңтайдың да анасымын қарағым. Я, біздің апа боздатты ғой бір жола, деді Майра Меңтайдың көз жасын құрғатып жатып. Әзіз ана өз сөзін одан әрі жалғастыра берді. Ендеше сен құрсағымнан шықпасан да, құшағымнан шыққан баламды алғалы тұрсың міне. Еркектің бақытты да тақытты да жақсы жар болады шырағым. Саған айтар ақыл бере кеңесім қарағым. Өзің тапқан анаңды сыйласаң, анау адал жарыңды сыйла. Сенің де анаң бір кезде осындай жас келін боп түсіп, жаны шырып жүріп, сені дүниеге келтірген. Ана болғаннан кейін дана болған. Адамның бірінші қымбаты, арынды қадірлесең, жарынды қадірле. Қарағым, мына бүлдіршіндей Меңтайымды жарым деп қана емес, жаным деп қабылда қалқам. Осы арада ана бір тоқтап, тыныс алды да сөзін аяқтады. Бұны Жетісудың бір бейтаныс кемпірінің сөзі емес, өзіңнің туған шешеңнің өсиеті деп ұқ балам. Осылай деп ана менің де маңдайымнан сүйді. Ананың сөздері менің де сай сүйегімді сырқыратты. Меңтай көзінен тағы да үнсіз жас сорғалады. Бұл тұста Майра да босады. Мұнысын білдірмеу үшін ол Меңтайды уата жүріп, оның бетін үнсіз аймалай берді. Жүрегім елжірей тұрып, мен осынау шүйкедей кемпірдің шешендігіне, даналығына таң қалдым. Менің Флобер, Бальзак, Тургенев, Горький кітаптарын айлар бойы ақтарып, алтын тапқандай қуана қойын дәптеріме көшіріп алатын асыл сөздерімді бұл кісі бір ғана сәтте түйдек-түйдегімен төкті де салды. Осы үйдегі кешеден бері ең елемеген адамым да осы кісі еді. Кеше келгенде сәлеметсіз бе апа деп сәлем беріп, кетерде сау болыңыз апа деп қоштасқаннан басқа жылы ұшырап бір ауыз сөз сөйлескеніміз жоқ. Менің есіл дертім екі қызда Меңтайда болды. Солар не айт десе соны айтып, осы үйдің алдында патефондай сайрадым да отырдым. Олар күлген сайын мен әңгімемді соза бердім. Осыларды күлдіре түскім, қуанта түскім келді. Сонда мәсісінің ұшымен басып, есікті сықырлатпай ашып, үйге кіріп шығып жүрген осы кісі көлеңке іспетті ғана болып көрінген еді маған. Кітап қадірлегіш, өткен данышпандарды сыйлағыш, мен 2 күн бойы қасымдағы тірі дананы елемеппін-ау. Ана болғаннан кейін дана болған деген сөзі қандай жақсы еді апамның. Жоқ, жалғыз бұл емес, жаңағы айтқан бар сөзі маржан ғой шіркін. Кеш менің білместігімді данышпан ана. Мен ішпей маспын ғой бұл күндері. Мас кісі не білуші еді, не аңғарушы еді. Соны ескер абзал ана. Әрине, мен мұны ауызша айтқаным жоқ, оймен айттым. Өйткені мен үндемей отырып, іштей сөйлесуге ғана шешемін ғой. Ал ауызша айтқам бар сөзім мынау ғана болды. Алдияр ана, айтқаныңызды орындаймын деп бас иіп, ант еткендей оң тіземді бүктім. Бұл менің анаға деген ризалығым еді. Бұл Меңтайға ризалығымнан айтылған сөз болатын. Осы аз сөздің өзін әрең айттым. Өйткені мен өзімнің тебінгендей үлкен еріндеріме ие бола алмай қалдым. Ол жылаған жас баланың ерініндей боп кеңсеңдеп кетті. Майра жүгіріп кет, мені қолтығымнан көтерді. Яғни болып кетті өзі, жұрт қуанады екен десе деп, ол өз-өзінен күбірлей жүріп. Қуаныш деген осы ғой күнім, деді ана енді камзолының қалтасынан орамалын алып көзін сүртіп жатып. Қуаныш тек күлкіден ғана келмейді, ол тек бала басынан кішірейетін тәтті қуаныш қана, азаппен келетін ащы қуаныш та болады. Нағыз қуаныш хаманда жанды қинап, жүректі сыздатып жылата келеді ғой қарағым. Ең қайырлы қуаныш та сол болады. Я апа, бүгін философ болып кетіптің ғой деп Майра біздің орнымызға жайғастыра бастады. Отырыңызшы Ереке, отырсаңшы Меңтай. Анау мынау дегенді білмеймін. Менің білетінім ендігі ертең ел жұртты жинап той жасап алам. Я жасаймыз, деп Майра күлімдеп кетті. Ертең ана ақ бұзауыңа айырбастап колхоздан бір семіз қой ал. 20 жылдан бері осы колхоздың ыстығына күйіп, суына тоңып келеміз ғой. Соғысқа кеткенше әкең де табан аудармай жұмыс істеген, берер бір малын. Береді апа, береді, деп Майра алақанын шапалақтап. Берсе солай ет, ботам, деп ана орнынан көтерілді. Ол тегенеге Майра мен Меңтай ыдыс аяқты жинай алып ауыз үйге әкетті. Төргі бөлмеде оңаша қалған мен өз-өзімнен отырып тағы да тебірендім. Ері соғыста өлген жалғыз қызын медеу етіп, күнделікті еңбегімен күн көріп отырған жесір әйелдің мындайындай мырзалығына және таң қалдым. Алты аласа, бес бересі жоқ, біреуге той жасап, жалғыз бұзауын сойып бермек. Неткен дархандық десеңші бұл. Бүгін біреуге той жасап, ертең өздері аш отыратынға бел буып отыр. Жоқ, Меңтай екеуміз бұзауды сойдыртпаймыз. Ал алда-жалда айтқанымызға көнбесе, 2 есе ғып өтерміз.
бұл жақсылықты. Жалғыз Майраның ғана емес, үшеуміздің бірдей ортақ анамыз етіп алармыз бұл кісіні. Мен осыны ойлап отырғандағы төргі үйге Майра кірді. Біз Меңтай екеуміз де күнде беседкаға жатушы едік деді. Ол орындықтағы шамды алып, биік үстелдің үстіне апарып жатып. Үй ыстық, сізге төсекті қайда салайық? Үйдің төбесіне салуға бола ма дедім мен. Менің бүгінгі көңіл күйім мен үйдің төбесіне, не таудың төбесіне жатуды керек қылғандай еді. Болады, онда мен сізге төбеге салайын деп Майра төр жақта жинаулы тұрған бүкті бұза бастады. Орнынан ұшып тұрып, мен де оған көмектесуге кірістім. Мен текеметті, Майра көрпе жастықты көтеріп, екеуміз сыртқа қарай беттедік. Меңтай ауыз бөлмедегі биік ағаш төсектің жинауын бұзып жатыр екен. Меңтай, деді Майра шығып бара жатып, сен андағы апамның төсегін салып болғаннан кейін өзіміздің төсек орынды беседкаға апара бер. Жарайды, Майра. Бұл екі сөз маған ғажап музыка, асқақ әндей болып естілді. Сол ән мен музыка жаныма қанат бітіріп, жайрандап далаға шықтым. Ай сүттей жарық, ауа қымыздай тәтті екен. Кеудемді кере дем алып, қабырғаға сүйеулі тұрған сат ағаштың ота беліне дейін көтерілдім де текеметті жоғары шығардым. Одан соң жерде тұрған Майраның қолындағы көрпе жастықты алып, төсекті өзім салып аламын деп оны қоя бердім. Маған алаңдамай олардың тезірек беседкаға жайғасуын тіледім. Майра маған бір көрпе мен бір жастық және ұзыншақ келген құрақ көрпеше беріпті. Соғыстан соңғы дүниеге тапшы кез еді ғой ол кез. Құрақ көрпені текемет үстіне төсеуге әрі простыня орнына бергенге ұқсайды. Төсекті тез салуын салып алғанымен тыншығып жата алмадым. Текеметке кемшен құлаған бойыммен өлі тигендей дөңбекшіп, біресе оң жамбасыма, біресе сол жамбасыма аударыла беремін. Кейде төмен домалап, үй үстіне қаулап өскен алабота, көк қурайды сытырлатып сындырып, аунай кеп жөнелемін. Төбедегі шөпті ау танағандай етіп жапырамын да, содан соң қайтадан орныма ораламын. Біраздан кейін киімімді шешіндім де тек трусишенге ғана күйде қалдым. Содан соң аюмен алысқанда болып, екі иығымнан демалып, екі танауым делдеңдеп, біраз шалқамнан жаттым. Сөйтіп, жұрт аяғы басылып, ел ұйқыға кеткенше өз-өзімен аласырумен болдым. Әлден уақытта жолбарыстай ырғып, орнынан тұрдым да, біреу көріп қоятындай еңкеңдеп бір басып, екі басып, сатының қасына келдім. Беседка жаққа көз салып едім, қыздардың жай барақат ұйықтап жатқандарын аңғардым. Сатыдан түсе салып, жүгіріп қастарына барсам, Майра басын бүркеп алған екен. Қою қара шашы ақ жастыққа шашылып, шалқасынан жатқан Меңтайды көргенде үстіне құлап түсе жаздадым. Буыным қалтырап, тынысым тарыла түсті. Меңтайды еңкейіп ерінен сүйдім. Ол тез көзін ашып алды да, мені қос қолыммен бетімнен сипап, мойнымнан құшақтады. Мен дегбірсіп кетіп, оның тез орнынан тұрғызбақ болып, екі қолымды тарттым. Меңтай кеудесін көтеріп отырды да, Майра жаққа қарап, маған екі саусағын көрсетіп ерінін басты. Онысы ақырын, Майра оянып кетеді деп ұқтым. Мен оған саусағыммен беседканы нұсқап, одан соң үйдің үстін көрсеттім. Оным жүр, үйдің төбесіне барып жатайық дегенім еді. Ол орнынан тұрып, үндеместен соңыма ілесті. Беседкадан шыққаннан кейін екеуміз қол ұстасып сатыға қарай жөнелдік. Жұқа шолақ іш көйлегінен екі тізесі жарқ-жарқ көрініп, ақ мәрмәрдай мойын кеудесі айға шағылысып, қалың қою ұзын қара шашы ту сыртына қара мақпалдай қымтап, Меңтайдың сахнаға шыққан бишідей аяғының ұшынан лыпып басып, қасында келе жатқанын көргенде, мені жүрегім жарылардай боп дүрс-дүрс қоқты. Үйдің үстіне шыққаннан кейін Меңтай төсек үстіне келіп, демін ішіне тартып, дымы құрығандай боп шоқиып отыра кетті. Сол тұста көкте қайырған қыранның тегеурінен тайсалақтап, діріл қағып, жаны ұшырып, тегіс жерді шалқасынан құлаған қызыл түлкінің үстіне жарқ етіп, нажағай соққандай болды. Ерінді ерін тауып, бір-бірінен шырын сорып, балжы тұсқан тойымсыз, тынымсыз, толассыз бір сәт туды. Меңтай екеуміз құшақтасып, жалаңаш денеміз сүйіскен екі еріндей жабысып, көрпе астында үн-түнсіз ұзақ жаттық. Бұл күн ыстықта ұзақ жол жүріп, қаны кеуіп, шаршап, қаталап келіп, алдынан кездескен мөлдір бұлаққа бас қойған адамның алғашқы алған рахатынан кейінгі тапқан тынысы тәріздес шақ еді. Қатты шөлдеген адамның сусыны қанушы еді. Менің тағы да шөл қандыру әрекетіме кіріскен келді. Осы кезде Меңтай мені сәл бөгеп, бір нәрсе сұрағысы келгендей ыңғай білдірді. Сен менен жиіркенген жоқсың ба, деді ол. Жоқ, жиіркенбейсің бе? Жоқ, өмір бойы ма? Иә. Осы кезде менің денемнің меңтай жақ жартысы дір ете қалды. Діріл тез қайталап, бірден жиілей түсті. Сөйтсем, Меңтай өксіп жылап жатыр екен.
оны неден ренжітіп алдым деп жаным шығып бәйек болып асты үстіне түстім. Не болды жаным? Жай әшейін емес қой, айтшы қуатым, дедім мен жыланып. Әшейін, деді Меңтай үстіміздегі көрпенің шетін көзінен сүртіп жатып. Айтшы сәулем, дедім менің ащы жас шыққан екі көзінен аузын тынбастай сүйіп. Айтшы қуатым. Жай әшейін, дедім ғой, сен болмасаң мені кім бағалар еді, өзгеге құрт түскен алмаға кім қолын созар еді деп әшейін соған. Меңтайдың неге жылағанын енді білдім. Тезірек оны жұбатуға асықтым. Қойшы қалқам, оны ойламашы, дедім да тағы да толасы сүйіп жатып. Ол бір сәт түнде көрген жаман түс сияқты болып өтті де кетті. Ойламашы оны, сен біреу тұрған бұзылмаған тәп-тәтті алмасың жаным, бітеу тұрған алмасын. Мен сіздей, сендей кісіге лайық емеспін-ау, тең емеспін-ау деп ойлаймын. Жоқ, лайықсың, сен менен артықсың сәулем. Меңтай біраз үнсіз жатты. Жарайды, сенің көңілің келмесе болды дегенім ғой, деді. Ыстық ернімен аймалап, жұмсақ алақанымен жанымды сүйсіндіре жауырынымды сипады. Келмейді қуатым, сеніш маған, келмейді ешқашан да. Мен сені осылай құшып жатқаныма бақыттымын. Қуатым, қызығым, өмірім, өзегім. Айналайын көкетайым, деді Меңтай. Айналайын деген сөзді жанды ерте созып айтып. Айлы түнде айдай жарымның ашық жатқан аппақ кеудесіне тағы да құмарта көз тіктім. Ұлы даналар жасаған жан ләззаты жалаңаш әйел бейнесі көз алдыма елестеді сол сәтте. Гояның биік төсекте шалқадай сұлап топ-томпақ қосанары қызықтыра, көз тартып өзіне маужырай қараған бұраңбел жалаңаш махасын көргенде тамсандым. Енді бір сәт Тицианның қою қолаң шашын уыздай денесіне шәл етіп жамылып, жұмыр білегі, қосанары үлбіреген ақ тамағы ғана ашық қалған жанды ерткен жас сұлу Мария Магдалинасы мен ақсанын айқара ашып тастаған сабырлы сарқылып жатқан Данаясының бір сәт Рубенстің оң иығына жалт бұрылған әлденеге құмарта қарап қалған сымбатты Версавиясының қасында тұрғандай сұқтандым. Айналайын, деді ол кезде Меңтай даусын соза сөйлеп, жалынғандай болып. Қарамашы, тесіліп қойшы көкем, ұяламын, біреу көріп қояды. Кім көреді? Ешкім де көрмейді, деді мен оны кеудесін тырсиған ақ алмасынан аймалап. Әне, ай көріп тұр, деді Меңтай күліп, қытығы келіп. Ай көрсе көре берсін. Ол айналасын айтады, жұлдыздар көріп қояды, олар жер жүзіне жаяды, жайса жая берсін. Дүниеде әйелдің тәнінен тәтті, оның тұлғасынан сұлу ештеңе жоқ шығар деп ойладым мен. Меңтайдың ақ денесін көрпемен қайтадан қымтап жатып. Әйелдің асыл тәніне тәнті болу еркектік тіршіліктің түйіні шығар деп түйдім мен онда. Бірақ ешбір картина менің Меңтайымның сымбатын бере алмайды. Барлық Венералар мен Данаялар мен Марияларда, Версавияларда Меңтайдың шеніне келмейді. Өйткені бұл ешкім көрмейтін менің өз картинам, өз дүнием, өз байлығым, өз бақытым. Міне, мен Меңтайды бауырыма басып, ішімнен осылай деп жаттым. Меңтай менің өз картинам, өз дүнием, өз байлығым, өз бақытым деп 1000 мәрте қайталадым.